Тамшы KZ исламдық порталы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Thumma amma ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жинаят бабына келіп тоқтадық. Қажылықтың, яғни жинаят дегеніміз қажылықта ихрам киген адам көптеген нәрсені істеуге болмайды. Соны істеп қойған жағдайда оның жазасы бар. Жазасы дегеніміз не садақа береді, немесе мал сояды деген секілді. Бәбіл жинаят иза татаййабал мухриму фа алейхи каффара фа ин тайяба. Яғни ихрам киген адам болды, иіссу сеуге, хош иісті иіссулар себуге болмайды. Егер себетін болса, оның кафараты бар. Орнын өтеу керек. Яғни орнын жабу керек. Фа ин тайяба адуан камилан фа мазада алейхи фа алейхи дам. وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عَضْوٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. Бір мүшені толығымен иіссумен жағатын болса, мысалы миск па, сонда айталық кейбір кезінде не қолға былай жағып атамыз, жағып жатады, сақалына жағып жатады, кейбіреулер әрбір жерге жағып атады. Соны айтады, бір мүшеге толық жаққан болса, мысалы бір қолды алатын болсақ, мұны көбінесе мынаған жағатын болсақ, бір қолға толығымен жаққан болса, яғни бір мүшені толығымен иіссумен иіссу жаққан болса, онда оған бір мал сою керек дейді. Толық бір мүшеге. Ал мүшеге толмайды, аздап қана, бір жеріне ғана, бір шетіне ғана жағып қойған болса, онда садақа дейді. Садақа деген оның өзінің мөлшерлері бар. Яғни пәленше адамға не беру керек, жаңағы тамақтандыру керек деген сияқты. Немен? Тамақпен, немесе ақшалай, немесе тағы басқа да нелермен садақа беретін нәрселермен есептеледі. وَإِنْ لَبِثَ ثَوْبًا مَخِيطًا أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ. Қажылықта білеміз, ихрам киген адам, яғни ихрам дегеніміз тігілмеген матадан болған киім. Ал егер біреу тігілген матадан тігілген киім киетін болса, толық бір күн бойы киіп шығатын болса дейді. Тігілген матадан тігілген киімді, немесе басын жабатын болса, тақия, орамал бірдеммен, бір күн бойы толық жауып шығатын болса, бір күн бойы толық тігілген киім киетін болса, онда мал сою міндетті болады оған. Дәм дейді, яғни бір қой сою міндетті болады. Ал егер не дейді? А бір күнге жетпесе дейді, жарты күндей киген болса, онда бір қойға бір қой емес, бірақ бер жағында не? Мысалы, пәтуа бөліміне сұрайды ғой, мен осынша сағат осындай жүрдім. Сол кезінде жаңа бір қойға жетпейтіндей садақа мөлшерінде не айтылады. Яғни садақа мөлшерлерін кейін сабақтың соңғы жағында айтады. Басында тек садақа. Яғни садақа деген білейік, бұл жағаны малға жетпейтіндей садақада. Ең несі жоғарғысы мал болған болса, дәмін десе бір қой деген сөз. Ал түйе, ірі қара мал болса, оны бөлек айтады. Жаза деп, бұл жерде дәм деп айтпайды. Енді қысқа кетіп жатыр да, қан шығару деген, яғни бір қой. Ал садақа дегеніміз демек қойға жетпейтін бір азынаулақ, өзінің мөлшеріне қарай несінен іс-әрекет. وَإِنْ خَلَقَ رُبَعَ رَأْسِهِ فَصَغِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ خَلَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبَعَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. Шаш алуға болмайды дедік. Ихрам киген адамға шаш қысқартуға да, шаш қыруға да болмайды. Соны біреу шашын қыратын болса, 4-тен 1-не дейін қыратын болса, бітті, оған бір қой мал сою керек. Ал 4-тердің 1-не жетпейді, аздап қана бір шетін қырып қойған болса, мысалы, онда ол өзінде садақа дейді. وَإِنْ خَلَقَ مَوَاضِعَ الْمَحَاجِمِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. Хижама жасататын боп, мысалы домалақ қып, желкеге ма, бір басқа ма хижама жасататын боп қыратын болса, мынандай ғана ғой енді. Ол 4-тен 1-не жетпейді. Хижама жасататын жердің өзіне Абу Ханифаның пікірінше хижама жасататын, ол 4-тен 1-не жетпесе де хижама жасататын жерге қой дейді, мал. Ал шәкірттер Абу Юсуф пен Мұхаммад айтады, жоқ, оған садақа дейді. وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. Егер барлық
10 саусағының, қолындағы 10 саусақ, аяғындағы 10 саусақ башайларының барлық 20-сынан да тырнағын алып тастаған болса дейді, онда мал міндетті болады. Сол секілді бір қолдыкінді, былайша айтқанда ең азы бір қолдыкі болып тұр ғой сонда. Бір қолдыкін толық алып тастаған болса да 5 саусақты мал дейді, немесе бір аяқтыкін. Яғни бір мүше, бір қолды немесе бір аяқты толық тырнағын алып тастайтын болсақ, 5 саусақтан мал сою уәжіп болады. وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ 5 أَظَافِيرَ مُتَفَرِّقَةً مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه دم. Ал енді Абу Ханифа мен Абу Юсуфтың пікірінше 5 саусақ ол бір қолдан болмаса, 5 саусақ, мынадан 1-2 саусақ, мынадан 1-2 саусақ, башайдан 1 саусақ, 5 саусақ болды. Абу Ханифа мен Абу Юсуф айтады, Абу Ханифаның пікірінше тіпті бөлек-бөлек болса да, оған, яғни бөлек болып әрбір неден 5 болса да, бөлек-бөлек болған болса, Абу Ханифа айтады, оған садақа дейді, оған мал емес дейді. Ал шәкірттері Мұхаммад пен Абу Юсуф айтады, 5 саусаққа толса болды, ол әрбіреуінен болса да, бұл жерде мал дейді. Мынадан 1-2 саусақ, мынадан 1-2 саусақ, башайдан 1-2 саусақ, 5-ге толды ма, мысалы, ол кезінде мал сою керек дейді шәкірттері. Абу Ханифа жоқ, не садақа жетеді дейді. وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ حَلَقَ أَوْ لَبِسَ مِنْ عُذْرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ. Ал енді үзір себепті киім киген болса, тоңып қалды, жаурап қалды, ауырып жатыр, ауырып қалды деген сияқты бір үзір себепті тігілген киім кисе, үзір себепті шашын алып тастаса, үзір себепті иіссу сеуіп алса, жаңағы бір сасып кетті ма, тағы бір деме сондай бір үзір болғандықтан осы нәрселерді істеген болса, одан бәрі кафараты түспейді мойнынан. Бірақ жеңілдік бар, таңдаған нәрсесін істейді дейді. Кафараттардың ішінде таңдағанын істейді. وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً. Қаласа қой сойсын дейді. وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى 6 مَسَاكِينَ ب3 أَصُعٍ مِنْ طَعَامٍ. Қаласа 6 міскінді тамақтандырсын дейді. 3 соқ дегеніміз бұл 12 келі бидайдың құны болып тұрды. Енді сол бұрынғы соқ деп мынау тамақты немен өлшейтін болған ғой, тіспен, теріден тігілген. Былайша айтқанда 6 міскінді тамақтандырады, тойдыратындай тамақтандыру. Қаласа қой сойсын, қаласа 6 міскінді тамақтандырсын. Егер ешқандай жағдай болмаса, қаласа не істесін дейді, 3 күн ораза ұстасын дейді оның орнына. Яғни үзір болғандықтан сізге жеңілдік болып жатыр. Кафарат түспейді мойнынан. Бірақ жеңілдік болып жатыр, таңдау беріледі. Не қой соясын, жағдайын болып тұрса, қой соя салған жағдай бар адамға жеңіл, дұрыс па? Міскіндерді тамақтандыра салған жеңіл. Жағдай жоқ адамға оған ораза ұстаған жеңіл, мысалы 3 күн. وَإِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمِسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ. Егер ихрамда жүріп біреу әйелін ұстаса шәһуатпен, сүйсе, мал сояды. Жанда ихрамда жүрма, болды. Ихрам деген сөз харам қылу деген нәрсе. Харам, ихрамды кийдік па біз, дүниедағы істелетін нәрселерді өзімізге харам қылдық деген сөз. Сондықтан ихрамда жүріп, жанда жүрген әйелінді сүйіп, сондай шәһуатпен құшақтап ұстаған болса, мал міндетті болады. Мал сою. وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ سَبِيلٍ قَبْلَ الْعُقُوبِ عَرَفَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْضِ فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ. Енді ал қосылып қойған болса дейді, қосылып қойған болса елімен, онда 2 түрлі жағдайға, уақытына қарайды. Жазасы 2 түрлі уақытына қарайды. Арафа дегеніміз не? Арафада тұру деген парыз. Арафада ол бірінші парыз, рүкіні қажылықтың. Кейін, құрбан айттан кейін, құрбан айт күндері тауафы зияра парыз, тауаф қылу. Енді осы Арафа әлі бірінші парызы басталмай жатып, осы Арафада тұру басталмай жатып, Арафаға дейін қосылып қойған болса дейді, қажылығы бұзылды.
кейін келесі жылы қайтып келіп қазасын өтеу керек дейді. Оған қосымша бір мал сояды жаза ретінде, бірақ сол қажылықты толығымен істеп шығады, бірақ ол қажылық есептелмейді. Арафатқа дейін қосылып қойса, сол қажылықты толық орындайды, бірақ ол қажылық есептелмейді. Қосылып қойған үшін мал міндетті болады, бір қой деді. Яғни Арафаға дейін қосылған болса, қажылығы бұзылды, бір қой мойнына мінеді, сол қажылықты толығымен орындап шығады, бірақ сол қажылық мойында қарыз болып қалады. Келесі жылы ма, одан кейін жылы ма қазасын өтеу міндетті болады. Уалейхил қада, қазасын өтеу керек дейді. Уалейса алейхан юфариқа имраатаху иза хаджа биха фил қада. Ал енді келесі жылы қазасын өтеуге келген кезінде оның әйелін бөліп жарып жатпаймыз дейді. Мынау былтыр әйелмен қосылып қойып, бұзып жіберген, бұны әйелінен ажыратыңдар, бөлек жатсын, қоспандар деп жатпаймыз дейді. Бірге жүре берсін. Тағы қосылып қойса, жазасы бар, тағы да келеді. Түсінікті? Яғни бұрын қосылып қойған екен деп ажыратып жатпаймыз әйелінен дейді. وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْعُقُوفِ بِعَرَفَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ. Ал енді Арафадан кейін қосылып қойған болса, Арафадан кейін, Арафада тұрды, Арафадан кейін келіп, Арафадан кейін қосылып қойған болса әйелмен, уалейхи бәдәна дейді. Онда не? 3 жасардан жоғары түйе болу керек. 4-5 жасар түйе, үлкен түйе міндет мойнына мінеді, түйе сою. Бірақ қажылығы бұзылмайды дейді. Арафадан кейін болғандықтан қажылығы бұзылмайды, бірақ түйе міндетті болады союға. Ал енді қажылықта өттік қой, тауафы зияраны өткеннен кейін, яғни айт күндері тауафы зияраны өткеннен кейін шашталамыз, біз ихрамнан жартылай шығамыз дедік. Уже иссу, сегу, тырнақ алу деген нәрселер бола береді. Тек қана әйел әлі болмайды дедік. Әйел рұқсат, әйел ғана әлі харам болып тұрады әлі. Сөйтіп бұл шашты алды да қосылып қойды дейді. Әйел әлі харам болып тұр, бірақ әйелмен қосып қойса, ол өзіне фағалейхи шәт дейді, ол өзінде қой міндетті болады қосылып қойған үшін. وَمَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ 4 أَشْوَاطٍ أَفْسَدَهَا وَمَضَى فِيهَا وَقَضَاهَا وَعَلَيْهِ شَيْءٌ. Умра қажылықта да солай. Кіші қажылықта ол жерде Арафатта тұру деген шарт емес, ондай нәрсе жоқ қой кіші қажылықта. Тек қана кіші қажылықта 7 рет айналасында 7 рет жүгіріп бересің, болды, солмен кіші қажылық өтеледі солмен. 7 рет тауаф қылуменен 7 сағи қылу. Енді осы 7 рет айналудың 4-еуіне жетпей жатып қосылып қойған болса дейді, 3 рет айналып кетті, келіп не? Кейін жалғастырам ғой деп келіп, не істеді? Мүлдем айналған жоқ, немесе 4-еуге дейін айналып келіп қосылып қойса, умрасы бұзылды дейді. Бұл жерде енді Арафа емес, айналудың 4-еу есепке алынады. 4-еуге дейін болса, бітті, бұзылды. Ол умрасын өтеу міндетті болады, өтеу уәжіп болады, қосымша қой мойнына мінеді. وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ مَطَافَ 4 أشواط فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا يَفْسُدُ عُمْرَتُهُ. Яғни 4-еуден кейін, немесе 7 рет айналып барып қосылып қойған болса, умрасын бітірмей жатып, умрасы бұзылмайды дейді, бірақ бір қой мойнына мінеді дейді, қосылып қойған үшін. Умрада, кіші қажылықта. وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ. Яғни қазасында өтемейді. 4-еуден көбірек істеп барып қосылса да, 4-еу айналудан. وَمَنْ جَمَعَ نَاسِيًا كَمَنْ جَمَعَ عَمِدًا. Енді Ханафи мазхабында ұмытып кетіп қосылып қойдым деген нәрсе болмайды дейді. Ұмытып кетіп қосылып қойса да, ол әтейлеп қосылғанмен бірдей. Жазасы да барлығы бірдей. Неге? Өйткені жарайды енді оразада, Рамазанда ораза ұстап жүріп ұмытып кетесің. Ораза бұзылмайды дейміз. Өйткені оразаны еске салып тұрған нәрсе жоқ қой. Түсінікті ма? Ал қажылықта сіз ихраммен жүрсің. Бүкіл киімдерді шешіп тастап, 2 шүберек оранып жүрсің. Сондықтан Ханафи ғалымдар айтады, ихрамда жүрген адамы ұмытып кету деген мүмкін емес нәрсе дейді. Ихрамда жүріп. Белгілер бар дейді. Қайтарып. Сондықтан ұмытып кеттім деген ол сылтауға жатпайды деп отыр. Әтейлеп істегенмен бірдей.
ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة وإن طاف يعني وإن طاف جنوب فعليه شات. Тауаф қудум дедік қой, сүннет дедік бұл. Ең бірінші келген кезінде сәлем беру тауафы. 7 рет айналып, 7 рет жүгіріп береді. Сол ең алғашқы тауафыл қудумда біреу келді, дәретсіз айналды. Дәретсіз айналды да, Кағбаны дәретсіз жүрді. Оған не дейді? Бір қой уәжіп болады дейді, дәретсіз жүргендіктен. Ал жүніп болып айналған болса дейді, онда дәретсіз болғанға садақа деді. Түсінікті ме? Ана қойға жетпейтіндей, міскіндер тамақтандыратындай садақа. Ал жүніп болып айналған болса бір қой дейді. Біреу шомылуға мүмкіншілігі болмай, немесе ұмытып кетті, немесе ерінді, келді, сол халықтан қалып қоймайын, тілді білмейін, адасып қалам ғой деді, жүніп күйінде қалғандармен бірге келіп айнала салды. Яғни тауафул қудум бұл сүннет болғандықтан шамалы жеңілдігі болып жатыр да, жүніп болып айналғандықтан бір қой дейді. وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنٌ. Ал енді парыз болған тауафы зияра бар ғой, құрбан айт күндері орындалатын. Парыз тауафы бар ғой. Соны дәретсіз айналған болса, ол кезінде бір қой дейді. Парыз болғандықтан. Ал жүніп болып айналған болса, түйе дейді. Бәдәна деген жаңағы 4-5 жасар үлкен түйе міндетті болды. Жүніп болғандықтан. Он жағдайға қаралады, мойында тұрады бірақ ол. Уәл афдалу ан юида тауаф. Бірақ дейді, жаңағы тауаф зияраны қайтып істей салған абзал дейді. Қайтып тағы да дәрет алып кеп, жуынып кеп, бұлай есептеледі деп жатыр да, жағаны жүніп болып не істесеңде тауафын есептеледі, бірақ сондай дәретсіз болып кемшілік болғандықтан қой соясын, түйе соясын деп жатыр ғой. Абзалы жуынып кеп қайтадан істеп жүру. Бірақ жаңаны дәретсіз болып жүніп болып істегеннен сен мал мойнынан түсіп қалмайды. Ол міндетті болып қалады мойнынан. Бірақ бұны басынан бастап қайтадан істеп қойған абзал дейді. Мадама би Макка уәлә забхали. Былай дейді ше. Әлі Меккеден кетіп қалмай тұрған болса, қайтып істеген абзал, қайтып істеген болса, мал мойнынан түседі дейді. Әлі Меккеден кетіп қалмай тұрып. Кетіп қалғаннан кейін барып еске түсіп қайтып кеп істеген болса, бұл мал түспейді деген сөз да мойнынан. Түсінікті? Яғни тауаф зияраны дәретсіз адам айналса бір қой, кейін кеп дәрет алып кеп қайтадан айналса, мойнынан түседі. Меккеде тұра, әлі кетпей тұрып. Жүніп болып айналған болса бір түйе, бірақ Меккеден кетпей тұрып, білмеді мысалы бір адам. Ихтилам болып қалды да келіп жасап жүр. Кейін екінші күні естіді. Жүніп болып айналған болсандар, бір түйе деді. Ойбай, түйем жоқ деді. Енді не істеймін деді. Әлі Меккедесіз бе, кеткен жоқсыз ба? Жуынып, шайынып барып, қайтадан айналыз деді. Меккеден кетпей тұрып, қайтадан жуынып, шайынып барып айналса, мойнынан түседі дейді жаңағы. Міндетті болмайды. Шарты Меккеден кетіп қалмай тұрып істеу керек. وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ. Ал енді анау қоштасу тауафы бар ғой, тауаф садр. Ол да жаңағы тауафул қудум секілді дәретсіз айналған болса, садақа, жүніп болып айналған болса бір қой дейді. Түсінікті? Тек қана біз, яғни тауафул қудум ең бірінші келгендегі тауаф қудум менен кетердегі тауаф садрдың үкімі бірдей болып тұр да екеуінің. Бірақ, яғни біреу сүннет, біреу уәжіп қой соңғысы. Бірақ дәретсіз, екеуін дәретсіз істеген адам, садақа, жүніп болып істеген адамның үкімі екеуіне не болып тұр? Мал сою. Тауафы зияра парыз болған. Ол олай емес. Дәретсіз айналсан қой, жүніп болып айналсан түйе. وَمَنْ تَرَكَ مِنْ تَوَافِ الزِّيَارَةِ ثَلَثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ. Енді тауафы зияра бар ғой. Жаңағы үшінші қылынатын ғой. Енді бірінші тауафыл қудум сүннет, екінші қылынады құрбан айт күндері жасалады тауафы зияра парыз да мына рүкіні. Кейін кетерде тауафы садр дейді. Тек қана бір қажылықта осыны ғана жасаймыз. Умра жасайтын болсақ, бұның арасында тағы жасала береді көп. Муфрат қажылықта да мысалы ортасында жасалатын, екінші жасалатын міндетті парыз болған нені тауафы зияраны айналып жүріп 4 рет айналды да 3 тағы айналым қалғанда тастап шығып кетті.
4 рет айналды делік, жетеудің орнына. Өзі фихта қарап отырсаңыздар, жартысынан асса амал қылынды деп есептелінеді да, бірақ кемшілікпен болған болып есептелінеді. Жетеудің жартысы не? 3,5. 3,5 қылды деп айтылмайды, енді ол басынан басталады, өз басталатын жер бар, аяқталатын жер бар, сондықтан оны 3,5-нан көп, жартысынан асқан 4 болып есептелінеді. Сондықтан 4-ін қылып, 4 рет айналып, қалған 3-інде қандай да бір себеппен тастап кетіп қалған болса дейді, нені? Тауафы зияраны. Онда оған қой сояды. Қалып қойған 3 немесе 3-ден аз болған айналымға орнына қой сояды. Ва ин тарака арбаата ашват бақия мухриман абадан хатта ятуфаха. Ал енді 4-ден аз ғана істеп тастап қойған болса, онда ол есептелмейді, тауафы зияра. Сондықтан ихрамнан шықпастан қайтадан келіп, оны не дейді? Толық орындау керек, міндетті болады, толық қайтадан келіп орындау. وَمَنْ تَرَكَ ثَلَثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَدْ. Тауаф содыр бар ғой, кететін кезінде уәжіп болған тауаф содыр. Бұның 4-ін жасап, 3 немесе 3-ден азын қалдырып қойған болсақ, айналып, 4 рет айналып қалған қалдырып қойсақ, ол кезінде садақа дейді. Ал 4-ден көбін тастап қойған болса, ол кезінде қой дейді. Түсінікті? Ол орындалмаған болып есептелінеді. Уәжіп қой ол амал. Ал уәжіп амалдардың орнын жаңағы малмен, дүниямен не істеледі? Орын жабылады. Парыз, намалды ол қоймен немен жабылмайды, есептелмейді, ол қазасын өтеу керек болады. وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَ فَعَلَيْهِ شَدْ. Ал енді кім Сафа мен Маруаның ортасына шығып жүгірмесе дейді, ол кезінде оған бір қой міндетті болады. وَحَجُّهُ тәм. Бірақ қалған қажылықтары тәмам деп есептелінеді. Бірақ кемшілік, яғни қажылық мойнынан түсті деп есептелінеді. Мысалы, Шафии мазғабында 8 ба қиындатып жіберген ғой енді. Бізде 2-ақ не ғой, қажылықтың 2-ақ рүкіні бар. Қалғандар уәжіптер кетеді. Сүннеттер, уәжіптер. Мына 2-ін орындасақ, қалғандарына болмай қалса, намаздағы сәху сәжде сияқылды қажылықта не істейміз? Малмен орнын жауып жібереміз. Имам Шафии мазғабында олай емес. Мынау Сафа мен Маруа ортасында жүгіру, тауаф, мынау нелер көп нәрсені не қылып жіберген? Парыз қылып жіберген, рүкін. Содан бірден мынау пәтуа бөліміне Мысырдағы бір үлкен 90-ға кеп қалған қария апа звондап жатыр дейді. Мен өмір бойы ақшамды жинап, бірінші рет барған едім дейді, қажылыққа. Бірінші рет барған едім. Енді одан кейін ол енді қартайып тұрғанда барған өмірінде, кейін ол бара алма, бара алмай ма, бір Алла біледі. Сонда пәтуа бөлімінен сұрағанда, пәтуа бөліміндегі ғалымдар, иншалла, не дейді, Сафа мен Маруаның ортасында жүгіруге шамам болмады дейді, шығып жүруге. Денсаулық көтермеді, жүгірмедім, тастап қойдым дейді. Сонда Шафии бойынша жауап берсе, ол кісіне жүрегі ұстап кетуі мүмкін, ұстап қалуы мүмкін, уайымнан өліп кетуі мүмкін. Шафии мазғабы бойынша бітті, қажылығыңыз қажылық емес, қайтып қажасын өтейсін десе, ол уайыммен өліп кетуі мүмкінді. Сонда ғалымдар, Ханафи ғалымдары бойынша иншалла қажылығыңыз қажылық, бірақ Сафа мен Маруа ортасында жүгіруді тастап қойғандықтан бір қой алып сойып қоясыз дейді. Ханафилер бойынша, Ханафи ғалымдардың несі бойынша не істегенді, жауабын берген. Әйтпесе, апаның несі шыдамауы мүмкін дейді, Шафимен жауап берсе. وَمَنْ أَفَادَ مِنْ عَرَفَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمْ. Енді Арафадан кім имамнан бұрын түсіп кеткен болса дейді, бір қой. Имамнан бұрын түсіп кететін болса дейді. Ақшам уақытысында имам түсіп барып рұқсат бергендей болады ғой, енді қалған адамдар түсуге рұқсат. Соны ерте түсіп кетсем бір қой дейді. وَمَنْ تَرَكَ الْعُقُوبِ الْمُزْدَلِفَ فَعَلَيْهِ دَمْ. Кім Муздалифаға жататын күн болады ғой, жаңағы Арафадан түскен күні бар, Муздалифаға жататын, сол түні жату керек болады.
Сол кезінде біреу Муздалифаға жатқысы келмеді да, мысалы далада қойшы деді да, гостиницаға барып жатты, мысалы қонақ жайға барып, қонақ үйге бір қой сояды, Муздалифада жатпаған үшін. وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ. Кім ана шайтанға тас лақтыру дегенді мүлдем істемесе, тастап қойған болса, бір қой жазасы. وَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ. Тіпті бір күнін толық тастап қойсан да дейді. Бір күнде барып, мысалы, 3 негеде 7 тастан 21 тас лақтыру керек еді қой. Сол бір күндігін толық тастап қойса да бір қой. وَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ الْإِحْتَى الْجِمَارِ ثَلَاثٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ. Бірақ бір күнде үшеуін тастап қойған жоқ, үшеуін біреуін тастап қойды. Екеуін жасады да үшеуіне жетпей қалды, бұрылып кетіп қалды. Ол кезінде садақа дейді. وَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمَرَةَ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. Бірақ анау ең бірінші құрбан айт күні, бірақ анау үлкеніне Жамаратул Ақаба дейді, үлкен шайтан тасқа бірінші күні 7 тас лақтырамыз ғой, біреуіне ғана, құрбан шалатын күні. Соны тастап қойсан да бір қой дейді. Бір күндік несі ғой енді. Бір күнде бір 7 ғана тас лақтыру. Кейін өзі құрбан айттың екінші күні, үшінші күні, төртінші күндері әрбіреуіне үшеуіне лақтырып шығамыз, 7 жетеді. Бірінші күні тек Жамаратул Ақаба дейді, бір тасқа ғана 7 лақтырды. Сол Жамаратул Ақабаны тастап қойса да бір қой дейді. وَمَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ الدَّمُ عند أبي حنيفة وكذلك لو أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله. Яғни құрбан айт күндері өтіп кеткенге дейін шашын қысқартпаған болса, алмаған болса дейді. Құрбан айт күндері шаш қысқартып, шаш алып шығу керек еді қой храмнан жартылай. Ол өткізіп алды дейді, құрбан айт күндерін өткізіп барып шашын алған болса, Абу Ханифаның пікірінше ол мал сою міндетті болады дейді, кешіктірген үшін. Сол секілді тауафы зияраны да құрбан айттан кейін құрбан айт күндері істеу керек еді ғой. Бірінші күні, екінші күні, әрі келсе үшінші күн. Бірақ ол кешіктіріп жіберген болса дейді, кешіктіріп барып істеген болса да бір қой сояды дейді. وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ. Енді ихрамда жүрген адам аң аулап қойса, өлтіріп қойса, біреу аңшылықта жүреді, үйде күнді үнемі аң аулауға шығып жүрген, ихрамда жүрген, ұмытып кетті ана аңшыларды көргенде. Алып қашты да садақты алып, немесе мылтықты алып, атып жіберді мысалы. Кірісіп кетті да, сөйтіп өлтіріп қойса дейді аңды. Ол жаза дейді. Жаза дегеніміз ана аңның көлеміне қарап, соған қарай садақасын береді. Түсінікті ме? Яғни киік өлтіріп қойған болса, киікке ұқсас бір қой деген секілді. Енді өз жерде ғалымдар тартса жаза дегенге мисл болу керек дейді, ұқсасы болу керек дегенге бір ғалымдар дәл сондай киік не істеу керексің дейді. Басқа киікті қалай қайдан табасың мысалы? Сосын бір ғалымдар айтады, жоқ, соған ұқсас үй жануары дейді, киікке ұқсас қой деген секілді. Немесе сол жердегі тұрғындардың несін сұраймыз дейді, мына киіктің құны қанша сатылымда, соның ақшасын. Сол секілді сен атпасаң да, атып жүрген біреуге апарып көрсетсең, міндегел ән жерде жатыр ән деді. Ән жерде тығылып жатқанын көрдім, ән жерде көп деп апарып көрсетсең де жазасын сен мойнына ілінеді. Басқа біреу өлтірсе де көрсеткен үшін. يستوي في ذلك العامد والناس والمبتدئ والعائد والجزاء. يعني бұл жерде ұмытып кетіп істесе де, нені аңшылықты біліп тұрып істесе де, енді бірінші рет қажылыққа келген ба, 10-шы рет кеп тұрма, парқы жоқ, жазасы бірдей бәріне. Жаза дегеніміз ғинда Аби Ханифа ва Абу Юсуф ан юқауима ас-сайду фил макан аллази қаталаху фихи ау фил aqrabil мавади минху ин кана фи баррия юқауимуху зау адл. Абу Ханифа мен Абу Юсуфтың пікірінше жаза дегеніміз сол өлген хайуанды сол жердегі жергілікті тұрғындар құнын шығару керек дейді. Сол жергілікті немен киік қанша сатылатын еді, киіктің килограммы қанша еді деген сияқты сол жер, ал ол жерде елді мекен болмаса ең жақын жердегі елді мекен дейді. Сонда мынау киік қанша тұратын еді, алдында аңшылар әкеп сататын еді, қанша тұрады, сонша ақшасын шығарасын дейді, құнын. Ал құнын шығаруға егер жаңаны құрғақта не істейтін
аң сондай не болады, соны аулайсың ғой. Мысалы оны құнын жаңағы бір әділдік иесі, әділдік қылатын, өтірік алдамайтын адамдар шығарып берген дұрыс болады дейді. Бір өтірік айта салмай, да, енді анау көбірек алу үшін екі есе бағасын айтуы мүмкін, біреу сенен көбірек ақша алу үшін. Жоқ, әділдік, егер өтірік алдамаған, жаңағыдай бір әділдік қылатын адам айтқан дұрыс болады дейді. ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا فذبها إن بلغت هاديا وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما. Бұл құнын шығарғаннан кейін адамға енді еркіне беріледі, таңдауға беріледі. Қаласа сол ақшаға, мысалы бір киік татып қойды, сол киіктің құнын шығарды, қаласа сол құны ақша жететіндей бір мал алып сойып тарқатсын дейді. Қойға жете ме? Қой. Екі қой, бір киіктің құны екі қой тұратын болса, екі қой алып сойып тарқатасын. Яғни қой немесе басқа малды алып, немесе килограммен ба сатып алып, әйтеуір бауызда санда басқа несесенде етпен не істеу, құнымен. Қаласан тамақ сатып алсын дейді, продукт сатып алсын да, әрбір міскінге жарты соқ дегеніміз бізде 2 келі бидай деп есептеп жатыр ғой. Сол 2 келі бидайдың көлемінде сол 2 келі продуктыдан тарату дейді былайша айтқанда. Әрбір міскінге. Бидайдан 2 келі, ал арпа болатын болса, құрма болатын болса, ол кезінде ол өзіне 2 есе көбі. Өйткені құрма деген бізде қымбат, араб мемлекетінде керісінше неге жарты соқ бидайды айтып отыр? Бидай өйткені 2 есе қымбат болған құрмадан оларды. Түсінікті ме? Бізде енді пітір садақасын немен есептеп жатыр ғой, енді ең азы құрмамен. А негізі араб елінде пайғамбарымыздың кезінде мысалы барлығы неден сырттан келеді. Әлгінге дейін бүкіл бидай сырттан келеді да, құрма оларда көп өседі. 2 есе көп құрмамен, 2 есе аз бидай құны бірдей болуы мүмкін. Сондықтан пайғамбарымыз бидайды азырақ айтты, өйткені ол жақта қымбат. А біздің жақта бидай арзан, бірақ сонда да азын алып жатырмыз да. А құрмамен есептейтін болсақ, 4 келі құрма дейтін болсақ, 6-7 мың теңгеге шығып кетуі мүмкін. Мысалы. Сондықтан бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеріне сүйеніп мынандай деп жатыр ғой. Қазіргі күнде жалпы бір міскінді тойдыратындай, бір күндік күніне 2 мезгіл тамақ бергенде тойдыратындай тамағы ғой, орташа есеппен. Түсінікті ме? Яғни мынау бір киік татып тастадыңыз, $100 тұрады делік, $100-ға қанша адам тойып тамақ шалады? 34 мың теңгеге мысалы қанша адам тойып тамақ шалады? 30 адам ба? 30 міскінді тамақтандыру міндетті болады да сізге. Сол жететіндей адамға тоятындай. Немесе жағдай болмаса әрбір жаңағы адамға, бір адамға беретіндей тамақтың орнына бір күн ораза ұстасын дейді. Бұл жерде енді жарты соқ бидай, толық соқ құрманың орнына деп жатыр да, жалпы айтатын болсақ, қазіргі күнде бір міскіннің тамағы қанша еді? Сонда мысалы жаңа айтып отырмыз, бір киік $100 тұрады десек, 34 мың теңге, бір адам 1000 теңгеге тамақтанатын болса, 34 адамның тамағын беру керек едік. Ондай жағдай жоқ па? 34 күн ораза ұстаймыз деген сөзді. Бір адамға берілетін тамақтың орнына бір күн не істейсің дейді? Ораза ұстайсың дейді. فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الطَّعَامِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الصَّاعِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا. Енді анау бір соққа жетпейтін қалдық қалып қойса дейді, бір 34.500 теңге дедік, 34 адамға жетпірді, бір қалдық қалып қойып тұр деген болса, қаласа садақа қылып жерсін дейді. Мынау қалдық, анау бір адамға жетпейтін не. Қаласа садақа қылып жерсін, қаласа оның орнына бір күн толық ораза ұстасын дейді. وقال محمد يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي النعامة بدنة. Yani İmam Muhammed айтады, Абу Ханифаның шәкірті,
енді Абу Ханифа мен Абу Юсуф айтып жатыр ғой, құнын шығарамыз да сол ақшаға тамақ келгенше немесе қой келсе қойды алып соямыз деді ғой, соның құнымен шығарып. Ал имам Мұхаммад айтады, жоқ, құнын шығарып не істеп жатпаймыз, көлеміне қараймыз. Киік па, антилопа, зоби деген антилопа да, антилопа бір қойға келе ма, ол өзінде құны келе ма келмей ма қарамаймыз, соның дене пішіміне қарап бір қой деп айтамыз дейді. Қоянды өлтіріп қойған болса, соған келетін сол шамалас бір тауық деген сияқтылды, яғни бір тауық сатып алып садақаға таратамыз деген сияқты, мына көлеміне қарап соның ұқсасы болған болса егер дейді. Жаңа түйе құсты өлтіріп қойған болса, бір бәдені бір түйе дейді, соның ұқсастары дейді. Дене пішім не жағынан. Және дейді, ихрамда жүрген адам бір аңды бауыздайтын болса дейді, басқа біреу аулап әкеп берсе де, біреу киікті тірідей аулап әкелді, сізге ихрамдасыз, ой, шейх келіп қалыпсыз, бауыздап берші деді. Сіз бауыздасаңыз дейді, ихрамда жүрген адам ол мәйіт болып есептелінеді. Оны жеуге болмайды, ол халал емес, ол харам болады дейді. Түсінікті ме? Ихрамда жүріп біреуге бауыздап беруге де болмайды. Аңды бұл, анау басқа құрбан айт, құрбандықтар емес. Именно жаңа аулап әкелген аңды бауыздап берсең, ол өлексеге айналып қалады. Қаны шықса да өлексемен тең шариғатта. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад ва аля алихи сахбиhi әжмәин. Я раббил аламин, ес білгендеріміз жүректерімізге қондырып, амал қылуымыз нәсіп етіп, қажылықта жүрген бауырларымызды аман сау, қажылықтарын өтеп, аман сау оралуларын нәсіп етіп, аналарынан жаңа туғандай тазарып, күнәдан пәк болып оралуларын нәсіп етіп, тілек дұғаларын, құлшылықтарын қабыл етіп, елдегі жалпы жер бетіндегі мұсылмандарға амандық беріп, ауызбіршілік, бауырмашылдық беріп, елімізге тыныштық, бейбітшілік беріп, қияметке дейін егемендігіміз сақталып, тыныштықта, бейбітшілікте, құлшылықта өмірімізді өткізуімізге Алла нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббил аламин, би рахматика.